Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осында өте дәмді және тез жасалатын суық көжені дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай перловканы, бір кесе перловканы тазалап, әбден жуып, жаңағы пісіреміз. Осылайынан видеодағындай табағымызға салып аламыз. Салып алғаннан кейін мына жерде менде 3 литр су құйдым. Бір кесеге 3 литр су. Ол піскен кезде жаңағы суларыңыз тартылып қалуы да мүмкін, су жағын қарайсыздар ғой, сұйықтығын. Одан кейін газға осылайынан пісіріп аламыз. Тұз саламыз бір қасықтай. Бұл жарты сағатта піседі. Піскеннен кейін осылайынан қарап тұрасыздар ғой, көбігі шығу керек. Көбігі шыққаннан кейін барып алып тастаймыз көбіктерін. Тазалап алып тастасаңыздар болады осылайынан. Ситаның көмегімен қайнаған кезде кішкене басып қайнатып пісіреміз ғой жарты сағатқа. Енді менің перловкам пісіп шықты. 30 минутта осындай сұйықтықта болды. Мен мына жерде қатық салдым. Сіздер не салсаңыздар болады. Айран құйсаңыздар болады. Содан кейін менде тұзы аз болып қапты. Кішкене тұз қостым. Лимонның қышқылын қосамыз. Кішкене бір қасықтай қосады. Жаңа қышқылды дәмін беріп тұрады, сол үшін қостым. Одан кейін осылайынан табағымызға салып, жақындарымызға осындай күннің ыстығында шөлін қандыратын суық көжені ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Перловка піскеннен кейін суытсаңыздар, перловканы алып тастап суытыңыздар, аты жаңағы суын тартып алады перловкалар. Көжелеріңіз қоюланып қалады.